саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шегендеу материалдары, яғни тампонаждық материалдардың түрлерін, бұрғылау ерітіндісін, яғни алғырлатуға керекті ауырлатқыш ұнтақтың көлемін анықтау. Бұл яғни бұның мақсаты, ұңғыны шегендеудің мақсаты мен әдістеріне тоқталатын болсақ, бұның мақсаты яғни ұзақ мерзімге шыдайтын және мықты, осы жер бетінде өнімді алып шығуға арналған құбырлар болуға тиіс. Біріншісі. Екіншісі, өткізгіш қабаттарды бір-біріне қатыса алмайтындай етіп шегендеу тұрақтылығы төмен қабатты, яғни төмен қабаттарды шегенге яғни түсіріп цементтеу арқылы тұрақтылығын яғни жоғарылату болып саналады. Үшіншісі, өнім тасымалдайтын құбырды тотықтанудан сақтау, яғни коррозиядан сақтау және оны жер асты суларынан қорғау сияқты және осындай тағы басқалары болып саналады. Жоғарыда келтірілген мақсаттарды орындау үшін, яғни ұңғыға шегендеуші құбырды түсіреміз, құбыр мен ұңғы қабырғасының аралығындағы цемент ерітіндісін жіберіп тұрақтандыру қажет. Яғни шегендеуші құбырлардың, яғни трубалардың деп айтайық, түсірілу тереңдігі олардың қабатталуы негізінен ұңғыға қойылатын мақсатқа және де жер асты қабатының ерекшеліктеріне, олардың өзара орналасуына тікелей байланысты десек болады. Түсірілген шегендеуші трубалардың, яғни тізбегін ұңғы конструкциясы деп айтады. Ұңғы қазбастан бұрын, алдын ала ұңғыны қазбас бұрын, яғни алдын ала оның конструкциясын жобалайды. Ұңғының тиімді түрде қызыл барысы, яғни қазу барысы тез. Міне осы жасалған конструкцияның сәтті шығуына, яғни байланысты болып келеді десек болады. Ұңғы конструкциясының, яғни жобалаудың принциптеріне не жатыр? Яғни ұңғыны конструкция жобалау принципіне жобалау жұмыстары кезінде ұңғы салынатын орынның жер асты қабаттарының ерекшеліктері және өзінің бір-бірімен өзара орналасу тәртібін зерттеуден бастайды десек болады. Бұл кезде жер асты әр қабатының жалпы құрылымы, тау жынысының литологиялық ерекшелігі, жасы, қалыңдығы достардың барлығы анықтауы тиіс. Осыдан кейін олардың су бөлгіштігі, бұрғылау ерітіндісінің жұтқызғыштығы, қабаттағы қысым шамасы, газ бергіштігі, ол газдың және қысым күші тағы басқалар есепке алынады. Осыған қоса өнім бергіш қабаттың орналасу реті, жоғарғысындағы және астындағы қабаттың ерекшеліктері, келесісі, яғни тұрақтылығы төмен қабаттардың ерекшелігіне және назар аудару керек. Сонымен қатар, яғни назар аудару дегеніміз неменеге назар аударуымыз керек? Үгітіп құлауға бейімді қабат, созылымдығы, яғни жоғары, су қосылған кезде ісінушілігі тез болатын сазды қабат ерігіштігімен ерекшеленетін тұзды қабат десек болады. Енді әр қабаттың ерекшеліктеріне байланысты бұрғылау ерітіндісінің құрамын және тығыздығын анықтаймыз. Осыдан соң бір қабаттың келесі қабатқа тоқтамай қазып өту үшін мүмкіншілігі бар ма, жоқ па, соны анықтауымыз қажет. Егер де бір қабаттан келесі қабатқа тоқтамай қазу мүмкіншілігі болмайтын болса, қазып өтілген қабатты трубамен шегендейміз, құбырмен яғни. Осылайша тереңдетіп отырып, қажетті шегендеуші құбырдың санын, түсірілу тереңдігін анықтауымыз қажет. Міне осы жұмыстардың бәрін ұңғы конструкциясын жобалау деп атауға болады. Келесі кезекте конструкциямызға негізделіп, долытылардың диаметрін, түрін, сонымен қатар қажетті қазу жылдамдығын анықтаймыз. Енді міне ұңғыманы қазуды бастауға бола ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Осы жоғарыда айтқандарымыздай мынадай мысалдармен оны толықтыруға болады десек болады. Яғни шегендеуші біз колонналардың өзгеру жағдайына байланысты жаңағыдай сәйкес қазу долытыларын диаметрін таңдауымыз керек. Қажетті түсірілген жаңағыдай колоннаның диаметрінен оған қазуға арналған долытының диаметрі мына тереңдік арқылы анықталады десек болады. Д долыты тең болады Д колонна плюс 2ДК. Бұл не? Яғни Д долыты, яғни долытының диаметрі, Д қол деген қазылған интервалға түсетін
колоннаның диаметрі, дельта К деп отқанымыз бұл ұңғы қабырғасы мен колоннаның сыртқы диаметрінің арасында қажетті, яғни саңылау десек болады. Шегендеуші трубаларды қосу, яғни осыларды жалғастыру деген сияқты солардың мәністеріне тоқталатын болсақ, бұл ГОСТ бойынша сол ГОСТқа сәйкес шегендеуші трубалар жалғанады. Бұл жалғанатын трубаларды екіге бөлуге болады. Біріншісі диаметрі тұрақты деп айтуға болады, ал екіншісі жалғау кезінде диаметрі үлкен немесе кіші болып келетіндейді. Шегендеу трубалары өзара бұрандары арқылы немесе барлығымызға белгілі пісіру жолымен жалғанатынын білеміз. Шегендеу трубалары өзі берілген ГОСТқа сәйкес, мысалы ГОСТ 602-80 деген, мысалы бұның барлығы да зауытта жасалынған құбырлар. Яғни бұл трубалар екі түрде жасалынады. Біріншісінің қабырғасы тұрақты болып келсе, ал екіншісінің бір жақ шеткі маңайы, яғни сырты қалыңдатылған, қабырғасының қалыңдығы тұрақты колонналар, яғни өзара муфтамен жалғанады. Сосын шеті қалыңдатылған трубалар өзара бір-бірімен жалғастырылады десек болады. Шегендеу трубалары мен өздеріңіз көріп отырғандай, және оны жалғастырушылардың беріктігін мысалы табу үшін қазіргі біздің ТМД елдерінде көріп отырғандай шегендеуші трубалардың жан-жақты тау қысымын жаңағыдай соғуына беріктігі Саркисов деген адамның ойлап тапқан формуласы арқылы есептелетін алдарыңызда тұрған. Оның барлығын айтып кетпейін, мысалы дельта Т дегеніміз бағанағы трубаның материалдың арақашықтығы шегі деген сияқты барлығы өздеріңізге көрініп тұр. Содан мінекей трубалардың үзілуге, яғни разрыв деп айтады, трубалардың үзілуге қарсылық шамасы Борлоу формуласы бойынша былай анықталады десек болады. Жасалынған трубалардың бұрандаларындағы болатын салмақ, яғни нагрузкадан шегі, яғни Яковлев-Шумиль формуласы арқылы есептеледі дейміз. Сонан кейін бұл ұңғымаға, яғни ұңғыдағы шегендеу трубаларының жұмыс істеу жағдайын айтып кетейін сіздерге. Бұл ұңғыдағы шегендеу трубаларының жұмыс істеу жағдайы көбіне ұңғының шегендеу трубасына көптеген күштер әсер етеді десек болады. Бұл күштердің кейбіреулері өзгерісімен өзгереді де, және осы құбырдың бойында тұрақтылық сақталмайды. Колоннаны түсірген кезде, яғни оған өз салмағынан туындайтын созу күші әсер жасайды десек болады, әсер етеді. Ұңғы ішіндегі бұрғылау ерітіндісінің қарсылық күші, колоннаның және сұйықтың инерция күштері, ұңғы қабырғасына жанасудан туындайтын үйкеліс күші және колоннаны майыстыру моменті ол ұңғының тіктігінен ауытқыған аймағында туындайтын құбылысты айтамыз. Егер де шегендеуші құбыр, жаңағыдай шегендеуші колонна деп айтайық, тұрақсыз сазды немесе тұзды қабатта жабатын болса, онда осы тұста ол тау қабаттарының геостатикалық қысымын қабылдайды деуге болады. Ұңғы фонтанды жағдайда жұмыс жасаған кезде жоғарғы маңайдағы шегендеуші трубалар бар ғой, солар температура аралық кернеуге төзуге тиісті болып келу керек. Шегендеуге колоннасын беріктікке есу принципін мысалға сіздерге айтып кетемін. Яғни ол шегендеу колоннасында әсер жасайтын күштерді мысалға біз үш топқа бөле аламыз. Сырттан әсер ететін артық күштер деп айтамыз. Біріншісі, екіншісі колонна ішіндегі қысым деуге болады. Үшіншісі осы колоннаның ұзына бойына әсер ететін күшті айтамыз. Бұл әдетінше ең үлкен шамадағы сыртқы күш, яғни колоннаның төмен деңгейінде болады. Ал ең үлкен шамадағы ішкі қысым бұл колоннаның жоғарғы деңгейінде болатын құбылысты айтамыз. Ал ең үлкен шамадағы ішкі қысым бұл колоннаның жоғары деңгейінде болады десек болады. Осы айтылғандарға сәйкес шегендеуші колоннаны беріктікке әр топтың әсер ететін күшіне бөлек есептейміз деуге болады. Колоннаның сығылуға беріктігі, яғни төмендегі теңсіздік арқылы беріледі. Мына жерде формуласы көрінбей қалған екен, төменгі жағында тұр. Осы арқылы біз жаңағы колоннаның ойша мысалға біз бөлікке бөле аламыз. Төменгі цементтелетін деңгей үшін сыртқы күш шамасын тау қабатының қысым күшіне теңестіріп аламыз. Сонда мінекей көріп отырсыздар 12-11 деген формула шығып тұр. Және колоннаны біз жаңа айтқандай ойша бөлікке бөлеміз деп жатқанбыз. Яғни цементтелетін төменгі деңгейі бұл кезде өзге колонна жоқ. Цементтелген ортадағы деңгейі бар. Бұл деңгей мұның алдындағы түсірілген колоннаның ішінде болады. Цементтелінбейтін колоннаның жоғары деңгейі, яғни
жоғарғы деңгейі төменгі цементтелетін деңгей үшін сыртқы күш шамасын тау қабатының қысым күшіне теңестіріп аламыз да сонда мына төменгі формуланы осылай шығарамыз. Орта деңгейдегі жаңа айтып кеткендей деңгейдегі сыртқы қысым егерде ұңғы қабырғасынан тұрақты тау жыныстарынан құралатын болса, онда ол қабат қысымына жақын болып келеді. Сондықтан да осы орта деңгейдің қабылдайтын сыртқы қысымын, яғни 12-де 11 формуласы жаңа өтіп кеткен екен, сол формуласын, яғни біз аламыз да, содан кейін осы формуламен есептеуге болады десек болады. Сонан кейін айтатын нәрсе, мысалға мынау цементтелген жоғары деңгейдегі сыртқы қысымда алдыңғы түсірілген, яғни колоннамен есеп жүріп жатқан колонна күшіне теңестіріп аламыз. Егер де осы деңгейде ұңғы қабырғасы ісінгіш тұрақсыз тау жыныстарынан тұратын болса, онда оны мына формуланың несімен орнына қойып шығарамыз. Егер де негізінен сырттан әсер ететін күш уақыт өте көп өзгермейді, оның әсері жеделдейді немесе жеделдейді. Егер де біз колонна ішіндегі қысымды шектен тыс төмендететін болсақ, сол кезде төмендейді. Сондықтан да мұнай алатын ұңғының колонна ішіндегі шекті қысымы мына формула арқылы есептелінеді деуге болады. Мына көріп отырғандарыңыздай газ алынатын ұңғы болса, оның соңғы пайдалану мерзімі, яғни мерзімде колоннадағы газды интервалдар мынадай болып келеді. Осы формула арқылы есептейміз. Осы кезде колоннаның газсыз интервалында мынадай болып келетін болса, онда мына формуланы көріп отырғандай осы арқылы есептейміз. Және егер де мына формулада 12-де 11, 12-де 14 формуласы мен 12-де 10 формуласына қоятын болсақ, колоннаның сығылу беріктігін есептеуге арналған мына төмендегі формула